Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгін желіні шарлап отырып, мынандай қызық дейін ба, мазақ дейін ба, соған тап болдым. Бұл жаңағы Түркістанның әкімін мазақ қыламыз деген бір топ ақсақалымыз бар, қарасақалымыз бар, ағаларымыз барып, жаңағы жерде өздері мазақ болып қайтқан сияқты. Бұл әрине менің пікірім. Бұл ағалардан сұрағым келіп тұрғаны, соншалықты не көрінді ағалар-ау? Бұл мен сіздер оны ғана мазаққа қойған жоқсыздар, өздеріңізді мазаққа қалдырған сияқтысыздар, менің пікірім. Әрі ол жаңағы қанға теңейтіндей кім еді ол? Осындай әдетті менің ойымша қою керек сияқты. Сіздер өз бастарыңызды өздеріңіз иіп беріп отырсыздар. Осы қылықтарыңызбен сіздер халықты тобыр көрсетіп тұрсыздар. Халықты осыншалықты бейшара жағдайда екені рас, бірақ оған мойынсынбау керек. Оны олардың көзіне көрсетпеу керек, халық өзін мойындап отырған. Халық тобыр емес, халықтың өз принципі бар, өз мақсаты бар, өз талабы бар. Ал жаңағы өміріңді алса да қақиып тұрып беруге дайын болу керек сіздер. Ал сіздер не істедіңіздер? Жаңағы ойнаймын деп от бастыңыздар. Бүкіл әлемге ол енді тарап кетті. Әлі тарамаса да ендігі тарайды. Бұл қазіргі біздің елде болып жатқан бұл жағдайлардың бәрі ойнайтын жағдай емес. Бұл күлетін жағдай емес. Сол үшін әр азамат өзін ер азаматпын деп санағандар ешкімнің алдында, әсіресе мынау Тоқаевтың ұры жүйесінің алдында ешқашанда тізерлемеу керек. Қасқайып, қақиып тұру керек. Кешегі қаңтардағы батырларымыз сияқты. Оққа да, қашпаңдар деп, туды құлатпай алға қарай ұмтылды. Ал сіздер мына жерде кішкене бір жаңағы осындай мазақ нәрсеге ұрындыңыздар деп ойлаймын. Ендігіде ондайға жол бермеңіздер. Сіздерге қарап ұрпақ өсіп келе жатыр. Ұрпақ қарап отыр сіздерге, жастар қарап отыр. Ал енді мынау ағаларымыз, ақыл айтатын, жағы сайқымазақтыққа жол бермейтін ағаларымыз осындай сайқымазақтыққа барып тұрса, бұл енді білмеймін. Сіздер жаңағы биліктің сайқымазағы аз болып тұрғандай, оның үстіне қосымша қылып жатырсыздар. Олардың сіздерді тобыр санағанын мойындатып тұрсыздар. Мен түсінбедім бұл қылықтарыңызды, ағалар. Бұндайды тоқтату керек. Ешкімнің алдында қазақ тізе бүкпеу керек. Өз жерінде, өз елінде тұрып, бұндайға бармау керек. Бұл түсінем, сіздер бұл қылықтарыңызбен әкімді мазақ қылғыларыңыз келді. Әкім одан ештеңеде ұтылған жоқ. Бұл мүмкін жаңағы өзін. Бұлар топастар. Кешіремін қатты айтқаныма. Бұл билік адамдарының бәрі Тоқаевтың отырғызып қойған қуыршақтары. Бұлар өздерін жаңағы көкіректері кернеп, халықты тобыр санайтын. Міне қазір сіздер тізерлеп атсаңыздар, бұлар соған да сеніп қалуы мүмкін. Өздерін шынымен де хан санап кетуі мүмкін. Санай берсін, әрі қарай да санай берсін. Бұлардың күндері санаулы. Сол үшін ағалар, осындай ауызбіршілікпен, осындай бірігуліктеріңізбен X күнін жақындатуға одан да атсалысыңыздар. Сайқымазақтыққа біздің қазақ елінде, қазақ жерінде қазақ халқы жол бермесін. Өзін тобыр санатпасын, өзін тобыр ғып көрсетпесін, әркімнің сөзіне еріп кетпесін. Міне осындай кісілер провокацияға беріліп кететіндер. Кішкене ойланыңыздар, ақылдарыңызға келіңіздер. Жаңағы әйтеуір на войне все средства хороши деген сияқты сіздерде мынау жер дауындағы өздеріңіздің дегеніңізге жету үшін осыны да жасап көрейік деген шығарсыздар. Онымен ештеңеге де қол жеткізе алмайсыздар. Бұл ұры билік ол жерде отырған кезде, Тоқаев отырған кезде, ертең мына Путин біздің
қанды аяғымен қасиетті жерімізді басайын деп отырған кезде бұл үкіметке сенім жоқ. Олардан ештеңе де сұрамаңыздар. Тек қана бірігіп, бір болып, ортамызды толтырып, мына X күнін жақындатып, сол X күні осы Тоқаевты ұрыс жүйесімен қосып, бүкіл 162 олигархымен қосып, жұлып алып тастап, содан кейін ғана міне әділдікке қол жеткізесіздер. Ойланыңыздар, ағалар. Ендігәрі бұндай ойсыз қылықтарға бармаңыздар. Тап осылай егер сол қаңтар оқиғасынан кейін шыққан болсаңыздар, қаңтар қырғынының құрбандары үшін осындай зерлеп, кешірім шығартып алуды талап етсеңіздер, мүмкін халық бұлай сіздерді мазақ қылмас еді. Ал мынау қараған қу бастарыңыз үшін, жер дауы, түсінем, жер дауы, Құдай дауы, бұның бәрін түсінем. Бірақ бүгінгі күні ол сіздердің бұл қылықтарыңызды түсінбейді бұл билік. Ол өздеріңізді сайқымазақ қып көрсеттіңіздер елге, жұртқа. Ойланыңыздар, ағалар. Қандай қадамға барар кезде ойланып жасаңыздар қадамдарыңызды. Арттарыңызда ұрпақ тұрғанын, арттарыңызда ел тұрғанын, қазақтың халқы тұрғанын ұмытпаңыздар. Осы қылықтарыңызбен бүкіл қазақ халқына ұят келтіргендеріңізді ұмытпаңыздар. Қандай қадам жасасаңыздар да, осыны ұмытпаңыздар. Қазақ халқының атына кір келетінін ойларыңыздан шығармаңыздар. Енді бұл менің жеке пікірім. Өз пікірлеріңіз болса, осы бейне жазбаның астында қалдырыңыздар. Мен жауап беруге тырысамын, бірақ өз пікірімнен қайтпаймын. Мен енді сіздер өздеріңіз мазақ болдыңыздар деп ойлаймын. Қатты айтсам, ағалар, кешірерсіздер. Бірақ бірігіңіздер, қазақ елі бірігіп, бір болып, ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді, және де мынау Тоқаевтың өтірік сайлауына қарсы екенімізді бәр жерде насихаттаңыздар, бәр жерде жазыңыздар, желіде шулаңыздар, дабыл қағыңыздар, байбалам салыңыздар. Өз аттарыңыздан қорықсаңыздар, жалған аккаунт ашып салыңыздар. Сөйтіп, бәріміз бірігіп, X күнін жақындатып, X күні батырларымыздың жанынан табылайық. Алға қазақ елі!